Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жеңіс күні одағай сөздер. Сабақтың мақсаты әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып күрделі жоспар құру. Одағай түрлерін ажырата білу, қолдану. Сабақ мақсатына сәйкес бағалау критерийлері құрылды. Оқылым мәтінін тыңдап, берілген сұрақтарға нақты жауап береді. Қажетті мәліметтерді жинақтап, әңгіме мәтініне жоспар құрастырады, одағай түрлерін ажыратады, қолданады. Берілген суреттер бойынша өз ойларыңды ортаға салыңдар. Бұл соғысқа қатысқан қандай қазақ батырларын білесіңдер? Бірінші тапсырма. 230 беттегі бірінші тапсырма мәтінін оқып, соғыс туралы білгендерін ортаға салып, мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың ретін анықтаңдар. Берілген сөйлемдер. Соғысқа 1,5 миллион қазақстандық қатысқан. Кеңес одағының батыры атағына 4 қазақстандық 2 мәрте ие болды. Мамырдың 9-ы жеңіс күні. Қазақстандық жауынгерлер алдыңғы шепте шайқасқан. Бағалау критерийлері. Мәтінді оқиды, соғыс туралы білгендерін ортаға салады, мәтін мазмұны бойынша ақпараттардың ретін анықтайды. Одағай сөздермен таныс болайық. Толық мағынасы жоқ, сондықтан затты, құбылысты нақты білдірмей, тек адамның әртүрлі көңіл күйін, сезімін білдіретін, немесе жан-жануарларға қаратылып айтылатын сөздер одағай сөздер деп аталады. Одағай сөздер таңырқау, қуану, шаттану, ұнату, ренжу, түңілу, өкіну, шошыну, жекіру, күрсіну сияқты көңіл күйін білдіреді. Немесе жан-жануарларды, малды шақыру, қуу үшін қолданылады. Мысалы, япырым-ау, қайда сол күндер? Қап, барлық еңбектері далаға кетеді-ау. Ауқау деп кешкі тымық даланы басына көтерді. Берілген мысалдардағы япырым-ау армандауды, қап өкінгендікті білдіріп тұрса, ауқау деп сиырды шақыру үшін айтылады. Екінші тапсырма. 231 беттегі бірінші тапсырма бойынша сөйлемдерге одағай сөздерді қосып, сөйлемнің реңкін өзгертіп жазады. Қазақстанда мамырдың 9-ы мемлекеттік мереке. Қазақстандықтар Мәскеу мен Ленинградты жанын қия қорғады. Ондаған мың қазақстандық ерен еңбегі мен ерліктері үшін марапатталды. Бағалау критерийлері. Сөйлемдерге одағай сөздерді қосады, сөйлемнің реңкін өзгертіп жазады. Үшінші тапсырма. Мұқағали Мақатаевтың «Соғыстың соңғы көктемі» өлеңін тыңдап, негізгі ойын анықтап, күрделі жоспар құрыңдар. Бағалау критерийлері. Өлеңнің негізгі ойын табалады, тыңдалым бойынша маңызды ақпараттар табады, өз ойын дәлелдеу мақсатында орынды қолданылады, тыңдалым негізінде өз көзқарасын қорытындылап, шешім шығарады, тыңдалым негізінде жоспар құрады. Жасылмен бояп қойған ба, жап-жасыл таудың бөктері, қырларда мына ойларда, жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі, әкелді шуақ бар маңға, соғыстың соңғы
көктемі. Соғыстың соңғы көктемі, көп болды нұрын төккелі. Жап жасыл анау аспанда, аспанда сірә көктеді. Бойына таудың асылып, шұғыла тұрды көк меңі. Қызғанып, гүлін жасырып, қылтанақтарда көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Жап жасыл шыбық талдағы, орманның жасыл шекпені. Қуанта бірақ алмады, сонау бір үйді шеттегі, соғыстың соңғы көктемі. Бүгінгі сабаққа кері байланысты таразы әдісі арқылы орындайсыңдар. Үйге тапсырма. Екінші тапсырма 231 бет. Сөйлемдерден одағай сөздерді табасыңдар. Тапқан одағай сөздермен сөйлемдер құрап жазасыңдар. Назарларыңызға рахмет.